Қайырлы күн, құрметті онлайн продюсер, сіздермен бірге қайта мен Назерке және біз мимен жұмысты ары қарай жалғастыратын боламыз. Дегенмен мен әрқашанда алдыңғы бөлімдерді қорытындылағанды жақсы көремін, себебі бірінші модульде біз не істедік? Жалпы миымызға мен көп жұмыс жасадық, миға қатысты көптеген техникалар бердім, негативтен айырылдық. Сонымен қатар бірінші модульдің мақсаты сіздер экспертті табу керек болатынсыздар. Екінші модульде біз енді экспертті таптық, дайындықты бастап кеттік, команда жасақтадық. Енді үшінші модульде біз өнімді дайындап шығаруымыз керек. Осы тұрғыдан көбісінің ең көп қателесетіні, немесе қазір сіздердің миларыңыздың қарсыласуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі тақырып жалпы осы әрекетке тез көшіп кету, ерінбеу, сылтау таппау және жалпы осы туралы айтатын боламын. Менің ойымша өте қызықты тақырып, сондықтан менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Енді қараңыздар, не үшін сіздерде қазір миыңыз қарсыласады? Себебі өте қарапайым, мен сіздерге айтқан болатынмын. Миымыз кез келген таңсық, яғни жаңа дүниеге қарсыласады. Өйткені кез келген өзгеріс ол миға өліммен тең. Яғни өнім жасасам, ол марафон атады ма, атпайды ма, оған энергия не үшін құртам. Яғни осындай бір қорқыныш пайда болған кезде біздің миымыз не істейді? Әртүрлі бір проблемалар пайда болып кетеді, мәселелер, немесе жалқаулық басады деген секілді әртүрлі біз не істейміз? Сылтау айта бастаймыз. Сондықтан да бұл сабақтың мақсаты сіздерді әрекетке шақыру және өте бір керемет тақырып жылдамдық туралы айтатын боламыз. Ал жалпы сабақты табысты көбейту амалы деп аталғанымен біз көбірек ақша нені жақсы көреді, сылтау таппай әрекетке тез көшу және барлығына үлгерудің құпиясымен бөлісетін боламын. Себебі сіздер қазір марафон жасап, немесе курс, яғни кез келген бір өнім дайындау барысында сіздерде қазір мыңдаған әрекет жасау керек болады. Жаңағы видеографтармен жұмыс жасау керек, түсіру керек, құрылымын жасау керек, ішін толтыру керек. Осыншама мыңдаған әрекеттердің арасында сіздер жоғалып кетпеу үшін біз қазір жалпы барлығына үлгеретін боламыз. Яғни біздің айтатын тақырыбымыз өмір жылдамдығы. Өмір жылдамдығы бұл ұғымды сіздер қазір өте жақсы түсініп алуларыңыз керек, себебі жылдамдықтың өзі ол біздің өміріміздің кез келген саласына тікелей қатысы бар. Және ең қызығы, өздеріңіз де байқайсыздар ма? Бір топ адам 1-2 сағат жұмыс жасапты, жеңіл ақша тауып, қыдырып та, бала-шағасымен де уақыт өткізіп, отбасымен де керемет қарым-қатынаста болып, барлығына үлгеріп жатады. Енді бір екінші топ қиналып, ауыр жұмыс жасап, таңның атыс кешін батысына дейін жұмыс жасағанның өзінде де ақша табу қиындап жатады. Бұл екі адамның айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Бұл әрине жылдамдықта. Яғни әр адамның өзінің жылдамдығы бар, және ол жылдамдық біздің ақшалай нәтижемізге де, жалпы қарым-қатынасқа да барлығына да әсер етеді. Сондықтан да бұл ұғымға бір аса көңілмен зейін қойғандарыңызды сұраймын. Енді не үшін мен сіздерге жылдамдық деген тақырыпты таңдауды жөн көріп отырмын? Себебі ақша ол тікелей жылдамдықты жақсы көреді. Және менде де бір алғашқы модульдегі сабақтарда ақшаға деген сипаттама жазыңыздар деген кезде мен өзім ақшаны жылдамдық деген секілді сипаттамен де жазған болатын. Себебі біздің мысалы мақсатымыз бар, арманымыз бар, оған жету үшін ол әрине материалдық қаржылай бір зат керек. Сондықтан да біз ол мақсатымызға тез жетудің амалы ол ақша. Яғни ақша ол жылдамдық, ақша ол мүмкіндік, және ең бастысы ақша ол бізге жылдамырақ мақсатымызға жетуге көмектескенмен ақшаның өзі де жылдамдықты қатты жақсы көреді. Себебі алғашқында айтқан екі топтың арасындағы айырмашылыққа қайтадан тоқтайтын болсақ, ауыр жұмыс жасағанның өзінде де бір-екі әрекет жасап, жалқауланып, 24 сағаттың ішінде аз әрекетті жасағанның кесірінен бір нәтиже болады деп ойлайсыздар ма? Әрине жоқ. Яғни біз бірнеше апта немесе бірнеше күннің әрекетін бір күнге сыйғызып, бір күннің ішінде 10-20 әрекетті тікелей жасап тастайтын болсақ, біздің нәтижемізге жетуіміз әлде қайда жылдамдай түсе ме? Әлбетте. Сондықтан да біз ақша жылдамдықты жақсы көреді, сондықтан өзіміздің өміріміздің жылдамдығымызды көбейтуіміз керек. Себебі әр адамның өзінің жылдамдығы бар. Мысал ретінде ағылшын тілін алайықшы. Барлығымызға ағылшын тілін үйрену керек. Біреулер мен секілді, мысалы, мен мектепте де оқыдым, білмеймін, ағылшынды университетте де оқыдым, бірақ әлі күнге дейін оны бір жетік меңгерген жоқпын да. Яғни қарап отырсаңыздар, бір ағылшын тілін үйренудің өзі қатты
созылып кетті, иә. Бірақ мен миды танығаннан кейін ол маған не үшін керек екен, керек емес екен барлығын білгеннен кейін ол мәселе шешілді. Дегенмен кейбір адамдар ағылшын тілін сөйтіп жылдар бойы оқымай, қажет болса бір 2 айдың ішінде меңгеріп алады да барып жұмысын жасай береді, иә. Яғни қарап отырсаңыздар, бір арман кейбір адамдарда ол жылдар бойы созылса, кейбір адамдар енді сол мақсатқа ары кетсе 1-2 айда жетеді. Тура сол сияқты кейбір адамдардың мысалы өмір жылдамдығына байланысты жылына 1 рет қана шетелге мысалы барады, не бармайды. Кейбір адамдар 1 жылдың өзінде 10-15 мемлекетке дейін көріп үлгереді. Яғни қарап отырсаңыздар, әр адамның өмір жылдамдығы әртүрлі, және жылдамдық бізде көбейген сайын ақша да көбейеді. Яғни жылдамдық неге әсер етеді, және осы сабақтың аясында біз өзіміздің жылдамдығымызды анықтайтын боламыз. Дегенмен сіздерге қайтадан осы ойды, осы идеяны ашып айту үшін сабақта қайталаудан жалықпаймын. Себебі қараңыздар, жылдамдық ақшаға және ақша көлеміне тікелей әсер етеді. Тура жаңағыдай әрекеттің саны, немесе бұл тек қана әрекеттің өзінде емес, жылдамдық ол шешім қабылдаудың өзінде де бір сипаттама алу керек. Себебі сіздер қазір курс жасау барысында, мысал ретінде, кейбір адамдар курсты мысалы қалай жасайды? Ең бірінші атын ойланайық дейді. Мысалы, мынаны қоямыз ба, мынаны қоямыз ба, 1 күн өтеді, 2 күн өтеді, 1 апта өтіп кетеді, сосын ары-бері созып жүргенде бір әйтеуір атын айтты, болды, қашанғы созамыз, осы атты таңдайық дейді. Атын таңдайды, ал енді ішінде не болады? Тағы бір ойланады, әрбір ойланады, сөйтсе тағы 1 апта өтеді, сөйтіп бір курстың өзін айлап жасап тастауы мүмкін. Сіздерде ондай мүмкіндік біз бермейміз. Себебі сіз қазір курстың өзін бірнеше ай жасайтын болсаңыз, біз қашан ақша тауып бастаймыз. Сондықтан да сіздерге инфоөнім жасауға өте тығыз уақыт берілгендіктен максималды түрде осы сабақта жылдамдықты арттыру жолдарын үйреніп алыңыздар. Яғни атты бір курстың атауын қою, немесе ішінде не болатынына сіз максималды түрде қысқа мерзім беріп, мысалы, атауын 1 сағаттың аясында барлық таныстарыңызды немесе сол курсқа қатысты адамдарды жинап алып, ойларын шығарып, брейншторм дейді ғой, мозговой штурм жасап, әрбір аттарды қойып, мына ат ұнай ма, мына ат ұнай ма, не істейміз деген секілді отырып алып, оны бірнеше аптаға созбай, 1,5 сағат, 1 сағат көлемінде шешіп тастауға болады. Кейін не істейсіздер? Мысалы, курстың атауын білдіңіздер, ішін немен толтырасыздар, оны да қатты созбай, ол 1 айлық курс бола ма, 2 айлық курс бола ма, оның яғни сіздің ойлау қабілетіңіз, яғни шешім қабылдау жылдамдығыңызды да сіз максималды түрде тездету керексіздер, жылдамдықты арттыру керексіздер. Оған қатысты қазір мен тағы да бірнеше техника беремін. Мен техникасыз мен сіздерді сабақта бос жібере алмаймын, сондықтан оны міндетті түрде жасайтын боласыздар. Дегенмен осы модульдің аясында, және бұл модульдан да тыс, бұл мен сіздерге беретін техникалардың барлығы тек қана ақшаға қатысты, немесе осы онлайн продюсер курс жасау аясында ғана емес, кез келген салада қолдана берсеңіздер болады. Себебі мысалы қарым-қатынаста да айтайын ба, айтпайын ба, мысалы бір адам жазса, сіздерге WhatsApp-қа жауап берейін ба, жауап бермейін бе деген секілді мың ойланып, толғанып, жылдамдықты азайтқаннан гөрі тез шешім қабылдап үйрену керек, тез жұмыс жасап үйрену керек. Енді осы тұрғыдан жылдамдығымыз қандай? Осы сұраққа жауап берейік. Ол өте оңай есептелінеді, ол ешқандай бір қиын формула жоқ. Уақытымыз бір, бірақ сапамыз әртүрлі. Жылдамдығымызды қалай есептейміз? Мына жақта есептей берейін. Мысал ретінде айлық көрсеткішті алайық. Яғни енді шетел мемлекеттерде жылдық көрсеткіш көп жағдайда алып жатады, біз айлықпен жұмыс жасайық. Яғни сіз өзіңіздің енді жұмыс жасасаңыз айлық көрсетсеңіз болады. Жалпы бүкіл қай жақтан ақша кеп түседі. Мүмкін сіз қазір декретте отырған ана болып жұмысыңыз болмай, бірақ күйеуіңіз, жолдасыңыз өзінің жұмысынан әкеп ақша берсе, әйтеуір бір ақша көлемі бар ғой сізде 1 айда, соны жаратуға деген секілді. Сондықтан сіз сол сумманы аласыз. Білмеймін, мысал ретінде 150 мың теңге алып көріңіз. Кейін енді бұл 1 айда алатын табысымыз делік. Енді біз 1 айда қанша уақыт жұмыс жасаймыз? Негізінен 150 мың теңгені бірден 31 күнге
осындай суммаға бөлуге болады, бірақ енді біз мысалы бір айда 31 күн жұмыс жасап 24 сағатты емес, яғни біз өмірлік уақытымызды емес, кішкене нәтиже жақсырақ болу үшін біз таза жұмыс уақытымызды алайық. Ол үшін не істейміз? Мысалы біз 31 күн емес, неше күн жұмыс жасаймыз? Мысалы 21 жұмыс күні және де мысалы 8 сағаттық күн, бірақ баруымыз бар, қайтуымыз бар, жолымыз бар, кішкене техникалық уақытты да санасақ, бір 10 сағатты алайық, иә? Яғни 21 күн бойы біз 10 сағаттан жұмыс жасасақ, яғни 210 сағат жұмыс жасаймыз, 150 мыңды 210-ға бөлсек, шамамен 714 теңге шығады. Яғни қарап отырсаңыз, сіздің жылдамдығыңыз, өмірлік жылдамдығыңыз, бір сағатыңыз 714 теңгеге тең, иә? Яғни осы тұрғыдан өте бір қазір қызық сипаттама айтсам болады. Яғни кез келген нәрсені сіз сатып алар кезде енді өзіңіздің құнымен емес, теңгемен емес, өзіңіздің өмірлік уақытыңызбен де есептесеңіз болады. Мысалы, Starbucksқа бардыңыз, кофе ішу керек. Кофенің бір стаканы, қателеспесем, ол жақта 1200 теңге, я қателеспесем. Сонда сіз Starbucks'тан бір кофе ішу үшін сіз өзіңіздің өміріңіздің 1,5 сағатыңызды арнауыңыз керек. Соған дайынсыз ба, я? Мысалы, жоқ, мен мысалы дайын емеспін деген сияқты жауап берулеріңіз мүмкін, я? Немесе барлығымыз жақсы көретін iPhone бар, я? iPhone-ның бағасы мысалы дүкенде тұр делік, астында енді білмеймін 300 мың теңге деп емес. Мысал ретінде, мысалы 150 мыңнан сіз 2 ай бойы жұмыс жасау керексіз, сіздің былай, ол 2 ай уақыт дегенде де біз 714, мысалы 300 мың теңгені енді не істейміз? 714-ке бөлеміз. Яғни, мысалы 300 мың теңге деп тұр, сіз ол 300 мың теңгенің iPhone алу үшін сіз өзіңіздің 61 күн, яғни сіз 2 ай жұмыс жасайсыз ғой примерно. 61 емес, 62, 31 күннен. Шамамен 60-61 күн жұмыс жасау керексіз, иә? Шамамен 60 күн. Енді қараңыз, сіз iPhone-ды алуға өзіңіздің өміріңіздің 2 айын беруге дайынсыз ба, иә? Яғни, кез келген нәрсені осы призма арқылы өткізетін болсаңыз, сіз мүлдем басқаша қарайсыз да, өзіңіздің жылдамдығыңызды арттыруға барынша күш сала бастайсыз. Себебі, мысал ретінде мен бір кофе ішу үшін 1,5 сағат жұмыс жасауға дайын емеспін. Бірақ егер менің жылдамдығым бір сағаты 714 теңге емес, сәйкесінше мүмкін 7000, иә, мысалы мен осыншама ақша тапсам, иә, 1,5 миллион ай сайын. Онда менің бір чашка кофе ішуім қанша уақытымды алады? Менің енді 7140-ты, мысалы 1200-ге бөлсек, ендігі чашка бір кофе ішу үшін маған не бәрі 4-5 минут уақыт, мүмкін 10 минут уақытында кетеді, иә? Яғни қараңыздар, басында 1,5 сағат жұмыс жасап кофе ішем бе, әлде 4 минут жұмыс жасап кофе ішем бе, яғни қарап отырсаңыздар, бұл техника арқылы, яғни кез келген нәрсені өзінің бағасымен емес, өзіңіздің жұмыс күніңізбен, уақытыңызбен есептеген кезде сіз барынша жылдамдығыңызды арттыруға тырысатын боласыз, яғни сіздің қазіргі жылдамдығыңыз ол айлық көрсеткішіңізді, табыс көзін неге бөлесіз? Жұмыс сағатына бөлесіз. Күніне сағатына сөйтіп табасыз. Мен ойлаймын, бұл ондай бір қиын арифметика емес. Көбейту, бөлу, қосу, азайту арқылы өзіміздің жылдамдығымызды анықтап алып, кейін онымен жұмыс жасаймыз. Енді біздің өздеріңіз түсінгендей барлық мақсатымыз осы бір сағаттың құнын көтеру, сол кезде сәйкесінше біздің нәтижеге жетуіміз, жылдамдығымыз барлығы көтеріледі. Яғни қараңыздар, барлығымызға 24 сағат беріледі. Уақыт бір, бірақ 24 сағаттың ішін кім қалай толтырады, бұл енді басқа сұрақ, яғни сапасы басқаша болады. Сондықтан біз не істейміз? Енді 24 сағатты мейлінше үшін сапалы дүниемен толтырамыз. Ол қалай? Қайталап айтайын, адамның жылдамдығына байланысты жылдамдықты көтеруіміз керек, табысымызды көтеруіміз керек. Ол жылдамдықты көтеру үшін біз ақпаратты тез қабылдауымыз керек, шешімді тез қабылдауымыз керек, және де сапа әртүрлі болған кезде ол шақта бір өте қызықты феномен басталады. Мүмкін сіз өзіңізде де оны байқаған шығарсыз, Кейде сіз жылдамдығыңыз артқан кезде сізге уақыт мүлдем басқаша өтетін сияқты болады. Яғни, мысал ретінде мен өзімнің өмірімді сүргеннен кейін өзімнің өмірімнен ғана мысалдар көбірек айта аламын.
24 сағатты сіз сапалы толтыратын болсаңыз, мен қазір жаңа жұмыс жасаймын, кәдімгідей айлыққа белгілі бір компанияда жұмыс жасаймын. Оның сыртында мысалы ретінде методология бар, консультациялар бар, коучта адамдар бар, штаб аясында сіздерге сабақ жүргізіп жатырмын, штабтың методологиясын құрдым, мысалы ретінде. Сонымен қатар IT компания, платформалар, курстарым бар, және соның сыртында мен дәл қазіргі уақытта 3 ресейлік курс оқып жатырмын. Яғни мен дамуымды ол ешқашан тоқтатпаймын, және әрқашанда ізденісте курстарымды ары қарай оқуды міндетті түрде жалғастырып отырамын, және бұның барлығының сыртында менің отбасым бар, яғни жолдасыма уақыт бөлу керек, бала-шағама, және оның сыртында қарағанда мен күнделікті фильм қарап, демалып, ұйқымды дұрыстап, яғни өзіме де уақыт бөле аламын. Яғни қарап отырсаңыз, уақыт жетіспейді деген ол тек қана өтірік миф, яғни уақыт барлығымызда бір болғанымен, оның ішін біз қалай толтырамыз, тікелей өзімізге байланысты. Көп адамдар жаңағыдай 8 сағаттық жұмысқа барғанымен, 8 сағаттың ішінде максимум 1-2 сағатын ғана сапалы жұмыс жасау мүмкін де, қалған уақытын барлығын әлеуметтік желіде немесе бір шешімді ұзақ ойлануға құртып жіберу мүмкін. Сондықтан сіздерге мен өзімнің бір кішігірім лайфхакыммен бөлісейін. Мен кез келген шешімді қабылдамас бұрын өзіме өте бір азғантай ғана уақыт беремін. Көп жағдайда ол 30 секунд. Мысал ретінде әйел адамдарға көп таныс шығар, кешке қандай тамақ жасаймын деген ол бір күндік проблема болмау керек. Себебі көп жағдайда кешке отбасыма қандай тамақ жасаймын деген ол таңертең әйел адам көзін ашқаннан бастап ой келеді де, сосын күні бойы жаңағындай не аламын, не жасаймын деген оймен-ақ 24 сағатты сол бір оймен-ақ толтырып тастауға болады. Жоқ, мен өзіме 30 секунд беремін. 30 секундтың ішінде мен бірден не дайындаймын, қалай аламын, не аламын, барлығын шешіп тастаймын да болды. Қалған менің 23 сағат 59 минут 30 секундым бос болады да. Сондықтан да кез келген шешімді өзіңізге өте тығыз уақытта ғана шешуге уақыт беріңіз. Бұл әйел адамдарға қатысы болса, ер адамдарда да күшті бір мысалдар болуы мүмкін. Сіздер бір жаққа бару, бармау, келісу, келіспеу, қарапайым сізге бір болады ғой, телефонға хат жазып не жатқан кезде мына адамға жауап берейін ба, жауап бермейін ба, жауап бергім келмейді, немесе бір нәрсені созып жүрсеңіз, сіз сәйкесінше өміріңіздің жылдамдығын төмендетіп жатырсыз деген сөз. Максималды не істейміз? Жылдамдығымызды арттыру үшін тез шешім қабылдаймыз. Одан басқа мен сізге жылдамдықты қалай көбейтетін керемет бір техника беремін. Сондықтан оны бұл курс аясында ғана емес, өмір бойы пайдаланыңыздар. Бұл өздеріңіз түсінгендей ақпаратты өңдеу қабілеті. Яғни қараңыздар, мен жаңа өзімнің бір күндік жоспарымды айтқан кезде, яғни жұмысым бар, компаниям бар, консультация барлығының сыртында, яғни мені ақпарат өте көп қоршап жатқандықтан, бір 3 курстың өзінің ақпараты ол өте ауқымды көлем болғандықтан, мен жылдамдықты қалай көбейттім, яғни ақпаратты тез өңдеу арқылы. Мен мысалы ретінде бір жолдары арқылы жылдам оқуды меңгеріп алғам. Яғни бір адамдар бір кітапты оқу үшін мүмкін қанша? Енді біз андай созылған 2-3 айлық периодты емес, мысалы оқып бастады, тапжылмай, тұрмай оқығанның өзінде бір күн өтуі мүмкін, 6-7 сағат оқу мүмкін. Ал мен ол уақытты өзімнің оқу жылдамдығымды арттыру арқылы оған да қатысты техникалар, курстар бар, оқыңыздар, дамыңыздар, сол арқылы мен мысалы бір кітапты ары кетсе 1-2 сағат аяқтап тастай аламын. Яғни бір кітапта басқа адам мысалы 5-6 сағаттың орнына мен оны алдында қысқартып 1-2 сағатқа дейін азайттым. Сіздер де тура солай жылдамдықтарыңыз артуға болады. Яғни егер біз 2 адам болып бірдей бастасақ, кітапты оқуды мысал ретінде, мен 1-2 сағаттан кейін оны оқып бітіріп тастаймын да, екінші адам кітап оқып бітіргенше менде қанша уақытым босады? Бір 4-5 сағат уақытым босады. Яғни қараңыздар, мен 4-5 сағат бойы тағы да басқа амалдар істей аламын. Сондықтан да жылдам оқуды меңгеріп алыңыз. Бұл бір жолдарының бірі. Екіншісі, енді ақпарат өңдеуді сіздерге беремін деп айттым ғой. Ақпарат өңделген кезде бізде көбінесе қалай болады? Сіздер қазір бұл сабақты қарайсыздар,
сосын жанданып мотивация ұрып, болды, қандай күшті дейміз да, сосын қайталаймыз дейміз, яғни максималды түрде барлығын конспектілеу ол жақсы, дегенмен де андай мектеп кезіндегі жаттау схемасы қалып қалғанда бізге зубрить деп айтады ғой орыс тілінде де, бір затты түсіну үшін біз қайталап, бірақ ол не үшін бізге қажет, өмірімізде қайта пайдаланамыз деген сұраққа жауап бермегендіктен біздің бір ақпаратты түсінуіміздің өзіне ұзақ уақыт кетіп қалады. Бұл сабақты мысалы қарағанға 2-3 сағат жұмсауға болады, немесе сіздер қазір осы бір 10 минут 15 сабақты қарап аласыздар да, кейін бірден мен айтқан дүниелерді өмірде жасауға кірісіп кету керек. Сіздер ешқашан бір ақпарат алғаннан кейін оны ойлануға ұзақ уақыт миыңызда бүйтіп сағыз сияқты шайнап жүруге мүмкіндік бермеу керексіз. Мен не үшін кез келген оқыған кітабым және де көп жағдайда курстарым өте өнімді болады, себебі мен бір ақпаратты аламын, оны бірден өміріме енгіземін. Соның арқасында бірден тәжірибеге еніп кеткендіктен менің миымда ол ақпарат тез сіңіп қалып жатады. Сондықтан сіз де максималды түрде өзіңіздің ақпаратты қайталаған дұрыс, конспект дұрыс, бірақ егер сіз тек қана өмір бойы оқып, өмір бойы конспектлеп ешқашан іс әрекетке көшпейтін болсаңыз, онда сіз сәйкесінше нәтиже алмайсыз. Сіз тек қана оқушы, яғни өмірлік студент статусында қалып қаласыз. Сондықтан сіздерге бұл сабақтан ең басты жеткізгім келген ой, әрекет ол маңызды және де жылдамдықты арттыру. Сондықтан сіздер бүгіннен бастап сіздерге енді өте жақсы бір тапсырма. Сабақты конспектілеп алыңыздар, одан басқа жылдамдықты анықтаңыздар. Яғни мен сіздерге айттым ғой, айлық табыс көрсеткішіңізді жұмыс жасайтын уақытыңызға бөлесіздер, шыққан сума ол сіздің жылдамдығыңыз болып табылады. Егер ол өте аз сума болса, мүмкіндігінше жылдамдықты көтеруге бүкіл күшіңізді саласыз. Ал жылдамдықты қалай көтереміз? Ақпаратты тез өңдеу, яғни ешқашан өзімізге ұзақ уақыт бойы ойлануға мүмкіндік бермейміз. Әрқашанда өзімізді тығыз уақытқа сыйғызамыз. Одан басқа жылдам оқу техникаларын үйреніңіздер. Қазір YouTube канал салсаңыздар да ішінде ол міндетті түрде бір кәдімгідей курс оқып, қазір ақпараттың үстіне ақпарат жинай беру емес, қарапайым 1-2 фишкасын біліп алғанның өзінде де осы техниканы білсеңіздер болады. Сонымен қатар миға арналған жаттығулар және де тағы да басқа, бұл жақта да қысқаша атап өтейін. Қазір барлығымыздың қолымызда осындай құрылғы бар, смартфон. Сіздерге сұрақ, мысал ретінде өзіміздің телефонымызды жатқа білетін шығармыз, бірақ ата-анаңыздың номерін, жақын досыңыздың, жолдасыңыздың номерлерін жатқа білесіз бе? Қанша адам номерін жатқа білесіз жалпы? Мен білмеймін, не үшін білуім керек, менде барлығы сақталып тұрса. Одан басқа сұрақ. Бізге бір адрес жіберді, білмеймін, тойға шақырды, кездесуге шақырды. Ол бір бізге таныс емес адрес. Біз не істейміз? Тугис көмектеседі. Тугиске белгілей салын, қазір қашан қайда бұрылып не істейтін де ойламайсың ғой, барлығын саған кәдімгідей қадам-қадаммен ұялы телефонымыз барын көрсет. Қашан не істейміз, қалай көреміз, бүкіл дүниенің барлығын мына дүние бізде алып қойғаннан кейін біздің миымыз ол өкінішке орай деградацияға ұшырап бара жатыр. Сондықтан да әрқашан да біз денеміздің бұлшық еттеріне тренировкаға барып жаттығу жасағандай, миымыз туралы да ұмытпау қажет. Яғни мида ол сұр түсті екі құлақ арасындағы бұлшық ет. Сондықтан да егер сіз Альцгеймер ауруы да қазір жасарып бара жатыр, ол туралы толығырақ білгеніңіз Google-дан терсеңіздер болады. Сондай бір аурулардың алдын алу, ондайларға шалдықпай және жалпы өзіміз тонуста болып ақпарат тез өңдеуге әрқашанда миға да жаттығулар жасауымыз керек. Ол не дейсіздер ғой? Кітап оқу, мысал ретінде, өйткені ол да кітап оқыған сайын ми қалайда жұмыс жасайды. Одан басқа кәдімгі қарапайым арифметикалық жаттығулар, көбейту кестесін жасасаңыз да, кәдімгі отыраста отырып жасасаңыз, ол да болады. Ол жапондық техникаларын қатарынан жатады, егер қызық болса оны да іздеп талдасаңыздар болады. Сонымен қатар кез келген бір логикалық немесе бір есептеме, бір арнайы миды былай кәдімгідей бүкіл қыртысын сезінетіндей дүниелерді жасап отырсаңыз, миларыңыз
жақсы бір өзінде сергек сезінетін болады. Сіздерге арнайы бонус ретінде тағы да миға бір керемет жаттығумен бөліскім келіп отыр. Ол өте қарапайым, қосымша құрылғы немесе гантель сияқты дүниелердің ешқандай қажеті жоқ. Тек қана сіздердің саусақтарыңыз болса жеткілікті. Мен өзімде YouTube-та, өзімнің парақшамда өте көп осы жаттығулармен бөлісемін. Сіздермен де бөліскен артық етпес. Яғни сіз егер мынау жылдамдықты, ақпаратты тез өңдеп миыңызбен жұмыс жасағыңыз келсе, қарапайым саусақпен де жұмыс жасауға болады. Ол үшін қазір мен өте баяу жасаймын, соны қайталайсыздар, кейін жылдамдығымызды біртіндеп көбейтеміз. Мысал ретінде ең бірінші сұқ саусақтарыңызды көрсетіңіздер, мінекей осылай. Мүмкін жылдам оқу курсына қатысқан қатысушылар біліп отыр, ол қандай жаттығулар екен. Сұқ саусақты көрсетеміз, кейін бас бармағымызды көрсетеміз. Сұқ саусақ, бас бармақ. Осыны қайталайсыздар. Өте қарапайым. Сіздерге бұл ең бір оңай түрін көрсетіп отырмын. Кейін осыны, мысалы, тездетуге болады жылдамдығыңызды. Бас бармағыңыз жабылмаса, онда ол дұрыс емес. Сіз құр былай жасағаннан ол жаттығу ретінде саналмайды. Яғни қате жасамаңыз. Мүмкіндігінше сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ. Бас бармақты ашып қойып бүйтіп жасауға болмайды, немесе керісінше бас бармақты ғана бүйтіп ашып кезегімен сұқ саусақ, бас бармақ, сұқ саусақ, бас бармақ. Кейін осыны күшті бір жылдамдыққа көтеріп алғаннан кейін бұл жаттығуды қиындатуға болады. Ол қалай дейсіздер ғой? Бір қолыңызбен сұқ саусақ көрсетесіздер, енді екінші қолыңызбен класс бас бармақты көрсетесіздер. Енді не істейміз? Осы екеуінің орнын алмастырамыз. Басында баяу жасаңыз, кейін жылдамдықты арттырсаңыз болады. Яғни осы кішігірім ғана қазір жаттығуды жасап көріңіздер. Деп видеодан қарап өзіңіз жасамасаңыз, сіз оны сезінбейсіз. Мынау екеуін ауыстырған кезде соны жылдамдату керек болған кезде кәдімгідей миыңыздың қалай қозғалып, ішіндегі мынау қыртыстарының бір күш пайда болғанын сезіне бастайсыздар. Сондықтан да миды танушы ретінде мен әрқашанда сол мимен жұмыс жасаңыздар, дамытыңыздар, ақпарат көп біліңіздер, ақпаратты тез өңдеп үйреніңіздер. Және осы модуль аясында сіздер енді модуль сабақтарын алдын ала көретін боласыздар ғой, біз енді курс жасайсыздар, инфоөнім жасайсыздар. Сондықтан да жылдамдықтарыңызды арттырып, бір курс жасағанды ұзақ уақытқа созып жібермей, 2-3 ай жасайтында емес, осы бір аптаның төңірегінің өзінде тестовый болса да, қарапайым кішігірім бір 5 сабақтан тұратын марафон болса да, осы бір апта аясында жасауға үйреніңіздер. Себебі созатын болсаңыздар, немесе бір идеальный момент деп айтады ғой, осы бір барлық жағдай жақсарған кезде ғана мен іске кірісемін десеңіз, ондай жағдай ешқашанда келмейді. Осы сәтпен өмір сүріп, әрқашанда дамыңыздар, тоқтамаңыздар, жылдамдықтарыңызды арттырыңыздар. Бұл модуль сіздерге менің сабағым пайдалы болды деген үміттемін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Алдыңғы 4-ші модульде көріскенше сау болыңыз.